Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді әрі оңай жасалынатын карамельный пирогтың рецебімен бөлісетін боламын. Пирог өте дәмді болып шығады. Құрамы да өте қарапайым. Ол үшін бізге қажет заттар: ұн, сары май, бір жұмыртқа, тұз, қопсытқыш және шекер қажет. Ең алдымен ұнға бір шай қасық қопсытқыш саламыз, араластырамыз. Тоңазытқыштан алынған сары май саламыз. Қолымызбен осылай үгітіп аламыз. Достар, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Видеом ұнаса лайк басыңыздар. Қамырды осылай үгітіп алдық. Басқа ыдысқа бір жұмыртқаны шағып, үстіне шекер саламыз және бір шымшым тұз салып, жақсылап араластырып аламыз, шекер ергенше. Енді ұнға қосып, жақсылап қолымызбен қамыр илейміз. Егерде қамыр қолға жабысып жатса, кішкене ұн сеуіп жіберсе болады. Қамырымыз дайын болды. Неге осындай жұмсақ қамыр болады. Енді оны целлофан пакетке салып, тоңазытқышқа 10-15 минутқа алып қоямыз. Енді начинкасын дайындаймыз. Ол үшін бізге қаймақ, вареный сгущенка, 2 жұмыртқа қажет. Ванильный сахар және кукурузный крахмал салдым. Ол міндетті емес. Ең алдымен осылай вареный сгущенканы салып, жақсылап біркелкі қылып аламыз. Бөлме температурасында тұрған болу керек. Вареный сгущенка. Сонда оңай араласады. 2 жұмыртқаны шағып, жақсылап араластырып аламыз. Венчиктің көмегімен осылай араластырып алсақ, біркелкі болады. Одан соң қаймақты саламыз. Қаймақ 20%-ық дүкеннің қаймағы. Одан соң ванильный сахар саламыз. Ол міндетті емес. Ванилин салсаңыздар да болады. Енді кукурузный крахмал саламыз. Ол да міндетті емес, салмаса да болады. Ескеретін жайт, вареный сгущенка өте сапалы болу қажет. Барлығын осылай венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Енді формамызға пергамент қағазын төсеп, майлап аламыз сұйық маймен. Шеттерінде майлаймыз. Енді тоңазытқышта тұрған қамырды аламыз. Кішкене бөлігін мен алып қалдым, бетіне безендіру үшін. Сіздер олай жасамасаңыздар да болады. Енді қолымызбен жайып шығамыз. Шетіндегі бортиктерінде шығарамыз. Кетпей қалған жерлеріне осылай алып қалған қамырдан салдым. Жақсылап тегістеп жайып аламыз. Стаканның көмегімен осылай тегістеп алса да болады. Одан соң салмамызды құямыз. Тегістеп шығамыз. Бортиктерді осылай шеттерін тегістеп, үстінен басып шықса да болады. Бір тегіс болып тұру үшін. Енді алып қалған кішкене қамырымызды осылай оқтаумен жайып, формамен кесіп шығамыз. Қалаған формада жасасаңыз болады. Мен жұлдызша формамен кесіп шықтым. Дөңгелек формамен кессеңіздер де болады. Өз қалауыңызша. Енді кесіп алған жұлдызшаларды осылай пирогтың бетіне қойып шығамыз. Пирогтың көрінісі өте әдемі болып тұрады. Алдын ала 160 градуста қызып тұрған пешімізге 35-40 минут қойып пісіріп аламыз. Қырық минут өтті, пирогымыз дайын болды. Беті осылай былқылдап тұрады. Бөлме температурасында суытамыз. Одан соң 2 сағат тоңазытқышқа салып қоямыз. Пирогтың беті неге ойылып қалған демеңіздер.
тоңазытқышта тұрған кезде қызым осылай түртіп көріпті. Сол жерден кесіп жатырмын. Пирог өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер осы рецептпен. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Баршаңызға ас болсын.